Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен бүйрек ауруының сіз білмейтін 10 белгісі туралы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып алудан сақ болыңыз. Бүйрек ағзадағы негізгі фильтр, несеп арқылы тағамның қалдығын, дәрі мен тұзды сыртқа шығарады. Егер бүйректе кінәрат болса, онда қызметін атқара алмай, денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал бүйректің саулығы жақсы болса, онда 1 минуттың ішінде 200 мг қанды фильтрден өткізуге қабілетті келеді. Кейбіріміз бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып, уқалап массаж жасап, немесе қыздыратын мазь жағып, өз бетімізше емдеуге әрекет етеміз. Алайда ауыратын нүктені нақты анықтап алып, ем жасамасаңыз, соңғы айықпас дертке ұласуы ықтимал. Сонымен бүйрек ауруының белгілері қандай? Соған тоқтала кетсем. Бүйрек ақуыздың алмасуын реттейді, гормонды синтездейді, қан қысымын қалыпта ұстайды, кальций элементін және Д дәруменін ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Бүйрек ауруына нашар экология, лас ауа және ауыз су, тағаммен бірге түсетін улы заттар, дәріні шамадан артық қабылдау, жағымсыз әдеттер, дұрыс тамақтанбау, жиі инфекциялық жұқтыру себеп болады. Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды. Ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Бүйрек ауруын мына белгілер арқылы байқауға болады. Бірінші, зәрдің көбіктенуі. Кіші дәретке шыққанда несептің көбіктенгенін байқасаңыз, мұқият зер салыңыз. Бұл жағдай әр дертке барған сайын қайталанса, дереу дәрігердің кеңесін алыңыз. Зәрдің көбіктенуі құрамындағы ақуыздың көбейгенін білдіреді. Оны анықтау үшін несепке талдау жасалынады. Негізінде ақуыз бүйректің дұрыс жұмыс істемей жатқанын білдіреді. Қабыну кезінде қан фильтрден дұрыс өтпейді. Салдарынан зақым алсаңыз, немесе бүйрек артерияларының қан айналым жүйесіне өзгерістер болады. Екінші, зәр түсінің өзгеруі. Несептің көлемі мен түсі де бүйрек жайлы маңызды ақпарат бере алады. Жалпы, дені сау адамның зәрі ашық сары болу керек. Ал егер бүйректе қандай да бір кінәрат болса, онда несептің түсі қызғылт немесе ашық қызыл түсті көрсетсе, әрі жағымсыз иіс сезілсе, онда бұл дабыл қағатын белгі болып табылады. Десе де, несептің түсі тұтынған тағамдарыңызға қарай да өзгеріп тұрады. Егер қызылша қымыздық жесеңіз, немесе Б тобындағы дәрумен қабылдасаңыз, ол несептің түсін айтарлықтай өзгертеді. Үшінші, зәр түсі тұнық болмаса, бүйректің қабынуын зәрдің лайлануынан және арасындағы қабыршықтардан білуге болады. Зер салып байқасаңыз, несепте ақ, сары түйіршіктер көрінеді. Бұл тас байланудың алғашқы белгілері. Ал егер ешқандай түйіршік болмаса, тек лайланса, онда ағзада тұздың көбейгенін білдіреді. Бұл кезде суды көбірек ішіп, ағзаны артық тұздан тазалау керек. Сондай-ақ дәрігердің кеңесі де артық етпейді. Төртінші, ауырлық сезсеңіз. Бірден қабырғаның асты ауырса, омыртқаның сол және оң жағынан қандай да бір толқындар сезілсе, құрсақ қуысы шаншыса, онда бүйректің сыр бергені деп қарау керек. Бұл белгілер кезінде жүрек айнып, лоқсу пайда болады. Кей жағдайларда құсқыңыз келеді. Бүйрек қабынған кезде ісініп, көлемі еселенеді. Бесінші, әлсіздік. Бүйрек эритроциттің және жілік майын ынталандыратын эритропоетин гормонының түзілуіне қатысады. Егер ол зақым алса, гормонның бөліну деңгейі төмендеп, адам әлсіздік сезінеді. Мұны көпшілігі қан аздықпен шатастырып жатады. Бүйрек ауруында бойыңызды әлсіздік билейді, үнемі шаршауды сезінесіз, әрі жүзіңіз солғын тартады. Алтыншы, басыңыз ауырып айналады. Бүйректің негізгі жұмысы ағзадағы артық затты шығару екенін айттық. Егер бүйрек сыр берсе, тағамның қалдығы, улы заттар сыртқа шықпай қанға қосылады. Ол жүйке жүйесі мен миға кері әсер етеді. Салдарынан есте сақтау қабілеті төмендеп, бас ауруға шалдығады. Бүйрек ауруына анемия қосылса, науқастың басы айналып, өзін жайсыз сезінеді. Жетінші, ішіңіз ауырып, құсқыңыз келсе. Егер тамақтану режимін өзгертпесеңіз де, бұл белгілер орын алса, онда бүйрегіңіз ауыра бастағанын білдіреді. Балғын, құнарлы, нәрлі тағамдарды тұтынсаңыз да, құсқыңыз келіп, ішіңіз кеуіп, кіндіктің айналасы ауырса, бүйректі тексеруге тура келеді. Сегізінші, кіші дәретке жиі барғыңыз келсе, бірден әжетханаға барғыңыз келіп, бірақ
1-2 тамшыға ғана кіші дәретке отырып болсаңыз, онда сізге шын мәнінде алаңдауға тура келеді. Бұл бір емес, бірнеше дерттің белгісі екенін білгеніңіз жөн. Егер несеп жолына инфекция түссе, ол циститпен хабар береді. Сонымен қатар, жүрек ауруының, тас байланудың, қант диабеттің басты белгілері болып табылады. 9. Тері солғын тартып құрғаса. Бүйрек өз кезегінде сұйықтықты, минералды заттарды, дәрумендер мен ақуызды реттеп, улы затты сыртқа шығарып отыруға қабілетті. Егер ағза ауырса, онда қызметін ойдағыдай атқара алмайды. Салдарынан несеппен бірге ақуыз, минералды заттар жоғалып, терінің құрғауы мен қабыршықтануға алып келеді. 10. Қан қысымы көтерілсе. Ағзадағы натрий мен судың шығуы қан қысымының өзгеруіне себеп болады. Сондықтан да жүрек ауырған кезде қан қысымы бірден көтеріліп, дәрінің көмегінсіз қалпына келмейді. Бүйректің саулығын білу үшін терапевт немесе невролог дәрігерінің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер сізге несеп пен қанға талдау жасауға және бүйрек пен несеп жолдарын УДЗ-дан өткізуді ұсынады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетсеңіздер. Назарларыңызға рахмет.